Қазанның 18-і елімізде рухани келісім күні ретінде аталынады. Бұл Қазақстанда биыл 23-ші рет өтіп отыр. Осыған орай өңірлік жастар ұйымдары мен кәсіпорындардағы жастар, студенттер, діни қызметкерлермен кездесіп, этносаралық және конфессияаралық келісімді нығайту жолдарын талқылады. Бүгінгі шарамыздың ең басты мақсаты сол дін арқылы жастарға сол қалай бейбітшілік өмір сүру екендігін көрсету болып табылады. Бүгінгі біздің іс-шарамызда бұл дін ең басты, және де біздің облысымызда 140 этнос тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Сол барлық жастарда сұрақтары болса, соған біз бүгін шақырылған эксперттер жауабын береді деген ойдамын. Қазақстанда бүгінгі күнге дейін этностар арасындағы алауыздық болып көрген емес. Бұл елбасының діни мәселелерді дұрыс жолға салуының арқасында қол жеткен жетістігіміз. Бірақ оны ары қарай да жалғастыру үшін біршама еңбектер әлі де керек дейді. Өйткені бұл әр азаматтың көкейіндегі келелі сұрақ болғаны дұрыс. Сонда ғана бірлесіп проблемаларды шешуге кедергі болмайтыны сөзсіз деп отыр. Задача нашего непосредственно Біздің орталықта өңірдегі діни ахуалды мониторинг жасау, яғни бақылау немесе қандай да бір жайттарды басқару сынды жұмыстар жүргізіледі. Сонымен бірге діни саладағы мемлекеттік саясат туралы ақпарат беру арқылы баяндаймыз. Ал жуырда ғана ашылған бағытта біз діни тұрғыда жалған сенімдердің құрсауында қалғандар бойынша көмек көрсету жұмыстарын жасаймыз. Ал Астана қаласы осымен 5-ші рет дәстүрлі діндер мен конфессиялардың саммитін өткізіп отырған бірден бір қала еткенін атап өткен жөн. Елімізді бүкіл әлемде осылай танып отыр. Ал жастардың діни жолда дұрыс жол таба білуі маңызды сұрақтардың бір ретінде қаралса, осындай іс-шаралар арқылы жетістікке жетуге болады дейді ұйымдастырушылар.